Ардақты ағайын, мен дәл қазір Алматыдағы республика алаңында жүрмін. Біз өздеріңіз жақсы білесіздер, 15 мамыр күні сағат 12-де дәл осы алаңда жиналамыз. Республика алаңында жиналамыз. Міне қазір сіздерге көрсетейік. Міне осы жолмен біз республика алаңына тәуелсіздік монументінің алдына жиналуды мақсат етіп отырмыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл билік қазақтың жерін шетелдіктерге жалға беруді, сатуды көздеп келе жатты. Егер 24 сәуір күні біз жаппай алаңға шығып, мәселені қозғап, талапты қоймаған кезде, 15 мамырдан бастап жаппай аштыққа жататынымызды жарияламаған кезде, билік міндетті түрде қазақтың жерін шетелдіктерге жалға беруді көздеген болатын. Және соны іске асырмақ болатын. Тек қана халықтың наразылығынан кейін, халықтың қарсылығынан кейін билік аяғын тартуға мәжбүр болды, кері шегінуге мәжбүр болды. Сол себепті біз ойлаймыз, осы биліктің қазір кері шегінгені, яғни жерді шетелдіктерге жалға беруден бас тартқаны, ол халықтың жеңісі. Егер осы наразылықтар болмағанда, халық жаппай осы алаңға шығатынын жарияламағанда, аштыққа жатуға дайын екенін айтпағанда, онда билік кері шегінбейді деп. Мына ұлт сатқындарынан тұратын парламенттің депутаттары еш уақытта өздерінің сөздерінен бас тартып, өздерінің айтқанынан айнып қалып, 180 градусқа бұрылып, мүлдем басқаша сайрап, қазақтың жерін шетелдіктерге жалға беруге болмайды деген заңды қабылдамайды. Сондықтан оларды тоқтатқан бір ғана нәрсе, ол халықтың наразылығы, халықтың ашық түрде өзінің жерін қорғауға, елді қорғауға, мемлекетті қорғауға, тәуелсіздікті сақтауға атсалысуға дайын екенін білдіргеннен ғана аяқ тартып кері шегінуге мәжбүр болды. Бірақ жер мәселесі аяқталған жоқ, жабылған жоқ. Жер мәселесі әлі де қызып тұр. Өйткені нақты мына жер кодексі дұрыс вариантында әлі қабылданған жоқ. Ауыл шаруашылық жерлеріне қатысты әлі де мәселе ашық тұр. Сондықтан біз жер үшін күресті тоқтата алмаймыз және тоқтатпаймыз да. Сонымен бірге тағы бір маңызды мәселенің бірі, ол Қытайдың 56 зауытына қарсы. Біз бүгін үлкен бір материал жарияладық. Осы Еуропада не болып жатыр? Яғни Черногорияның өзі Еуропада орналасқан, қазір Қытайдың экспансиясынан зардап шеккелі отыр. Яғни 1 миллиард доллар қарыз алған Қытайдан, енді соны қайтару мәселесінде үлкен проблемалар туындап отыр. Соған байланысты қазір Черногорияда дағдарыс басталды деп айтуға болады. Міне көрдіңіздер ме, Черногорияның да жерін Қытай қазір алып қоюы мүмкін деген мәселе қозғалып отыр. Мына несиесіне байланысты. Сондықтан біз мына Қытайдың 56 зауытын Қазақстанда салуға түбегейлі қарсымыз, біз бұған наразымыз. Міне сол сөзімізді, сол үнімізді ашық айтатын кез келді. Осы себепті ағайын, біз 15 мамыр күні міне осы алаңда, қазір мен сіздерге көрсетейін, 15 мамыр күні, 15 мамырда міне 15 мамыр күні міне осы тәуелсіздік ескерткіші, қазір міне монументі, 15 мамыр күні біз осы алаңға жиналамыз. Осы алаңға жиналып, өзіміздің мына Қытайдың 56 зауытының құрылысын жүргізуге түбегейлі қарсы екенімізді, наразы екенімізді айтамыз, сол сөзімізді білдіреміз. Сондықтан барлықтарыңызды 15 мамырда сағат 12-де дәл осы алаңға келуге шақырамыз. Біз Қытайдың 56 зауытын Қазақстанда салуға түбегейлі қарсымыз, наразымыз. Қазақтың жерін шетелдіктерге жалға беруге, сатуға түбегейлі қарсымыз, наразымыз. Сол сөзімізді дәл осы алаңда айтуымыз керек. Және жер үшін күрескен, осы жерді қорғап қалуға қатысқан әрбір азаматқа алғыс айтуымыз керек. Белсенділерге алғыс айтуымыз керек. Журналистерге алғысымызды айтуымыз керек. Сондықтан біз осы алаңға келіп, бейбіт түрде өзіміздің ойымызды, өзіміздің сөзімізді, өзіміздің үнімізді міндетті түрде білдіруді мақсат етіп отырмыз. Сондықтан қалмаңыздар, келіңіздер. 15 мамыр күні сенбі күні сағат 12-де біз осы алаңда боламыз. Сондықтан мен ойлаймын, әрбір азаматтың ол қоғамдық саяси ортада жүрген, жалпы елдегі жағдайға бейжай қарамайтын әрбір азаматтың парызы деп ойлаймын. Осылай алаңдарға келіп, өзінің үнін айтып, төбесін көрсетіп, сөзін айтып, мына қазақтың жері шетелдіктерге жалға берілмесін, сатылмасын деген мәселелерді қозғау, ол әрбір азаматтың парызы. Өйткені билік
ол көп жылдардан бері осы қазақтың жерін сатуды, жалға беруді көздеп келе жатыр. Көп жылдардан бері әртүрлі құйтырқылықтармен, осындай неше түрлі қулықтармен қалай да осы Қытайдың компаниялары мен азаматтарына қазақтың жерін жалға беруді көздеп келе жатыр. Сондықтан біз билікке ашық ескерткіміз келеді. Ешқандай алдауға көнбейміз, ешқандай біз өтірік сөзге сенбейміз, еш уақытта қазақтың жері шетелдіктерге берілмейді. Біз соңына дейін күресуге дайынбыз, соңына дейін осы қазақтың жерін қорғап қалуға, соған атсалысуға дайын екенімізді білдіреміз. Сондықтан 2021 жылы біз қазақтың жерін тағы бір мәрте міне қорғап қалдық. Өздеріңіз көріп отырсыздар, естіп отырсыздар, біліп отырсыздар. Ал енді болашақта да осы жерімізді қорғауға үнемі біз күресімізді тоқтатпаймыз және соған міндетті түрде күрес жүргіземіз ағайын. Сондықтан 15 мамырда сол сөзді айту үшін осы алаңға сағат 12-де біз келеміз Алматыда. Сіздерден сұрайтынымыз, барынша осы видеоны таратыңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуға шақырамыз және бізді осылайша қолдауға шақырамыз.